күн ысып баратыр. Қазірдің өзінде 20 градус болып кетті. Сағат таңғы 10. Мынау кіші аула. Қарағаттар өсіп қалыпты біраз. Менің көрсетейін дегенім. Мына редискаларда үлкен болып өсті. Әрі болып. Тамаша. Жалпы мынау редиска. Жылыжайдың ішінде өскен редиска. Идеальный болып шығады екен формалары. Далаға қарағанда. Далада өскенде біртүрлі қисықтау болып, тұқымға көп кетіп қалады. Мынау жылыжайдағылар сондай жақсы идеальный болып формалар шығады. Мына картоптың орны ғой. Жері ылғал болып, жері жыртқан жоқпын әлі. Бірақ сол кезде шөптер өсіп кетті масқара болып. Қаулап өсті. Мынау көңмен бірге келген шөп қой. Соны енді мен кетпенмен, чапка дейді ғой, кетпен. Сонымен мынау нелерді, шөптерінің бәрін жойып, турап, осылай тастадым. Қазір енді мына шөпті жинап алу керек. Тырнауышпен. Мына басын мен бастадым, мына жері жиналған жер. Сонан мына жерде жиналған жер. Мына ортасында қалды кішкене. Алынбаған шөп, жиналмаған. Енді осы шөпті жинап, сонан кейін барып культиватормен жыртам. Мынау арам шөп. Осы жерге үйіп атырмын. Бүгінгі енді шаруа осы жерді тазартып тастау. Енді жақындап кепті. Жыртуға болады. Амандық болса ертең культиватор әкеліп жерді жырту керек. Культиватор жерді жыртпайды, ол кәдімгі сақтап туралайды. Жер мамықтай болады, топырақ. Мынау тұрған парник ішіне қызанақ отырғызылған. Қазір оның үстіңгі қақпағын ашу керек. Өйткені қазір ысып кетті күн. Ал осының алдында қатты күн суыған. Күн суып 3 градусқа дейін төмендеген температура. Сонда жауып қойғанбыз. Енді қазір ашып күннің өзіне біраз демалсын. Солай. Парник.
мынау жермен жұмыс істегенде, топырақпен адам шынығады, шаршау деген кетеді. Жердің өзінің энергиясы болады. Бұл энергия жердің күші. Адамға күш береді, энергия береді. Жер ана деген сөз бар ғой, жер ана. Бұл жер өзі бір тірі организм. Жерді сүйіп жұмыс істесеңіз, жер сізді көтереді, энергия береді, яғни. Жерді сүйіп еңбек етсеңіз, жер де сізді сүйеді. Жер ана деген сол. Сіздің еңбегіңізді қайтарып береді. Бірнеше есе қылып еңбегіңізді қайтарады. Жалпы әлем халқы жердің арқасында өмір сүріп жатыр ғой осы. Жер болмаса ештеңе болмайды. Мысалы, қазіргі дамып жатқан цифрлық технология, цифровизация, искусственный интеллект деген ол мынау жерсіз, топырақсыз, жай сөз. Жай ұшып жүрген құс сияқты. Қазіргі көп жастар мынау стрессті жою үшін, уайымды жоғалту үшін неше түрлі дәрігерлерге барады. Психолог, психотерапевт, коуч всякие. Оқу оқиды. Оның бәрі жай. Мына еңбек етсеңіз жермен, сонда ешқандай сізге психолог керек жоқ, терапевт керек жоқ, психотерапевт. Солай. Баяғыда бір таудың етегінде жалғыз шал тұрыпты. Өте сондай шал болғанда қария, білгіш көріп кел. Жұрттар алыс жерден сол кісіге барып ақыл сұрайды екен. Не айтса да, қандай сұрақ қойса да дұрыс жауап береді. Соны бір кісі бұл қарияны мен тексерейін деп, дұрыс айтамын, бұрыс айтамын, мен оны өтірігін шығара көрсетейін деп, бір торғайды ұстап алып, сол шалдың алдына барады. Планы былай болады. Мен қазір осылай артында торғайды ұстап тұрам, содан шалдан сұраймын. Мынау не нәрсе, тірі ме, өлі ме деп сұрайым дейді. Сондай ол шал тірі десе, мен жаңағы алақанымен қысып өлтіріп тастаймын торғайды дейді. Егер өлі десе, мен тірі торғайды көрсетіп беремін де, шұрып жіберемін деп айтады. Сонда не деп айтады екен деп қарияға барады. Содан барып сұрайды қариядан. Менің қолымдағы нәрсе өлі ме, тірі ме дегенде, шал жаңағы кісіге қарап отырып, оның барлығы сенің өзің қолыңда деген екен. Сонда жаңағы жігіт сөзден тосылып, жаңағы торғайды ұшырып жіберіпті. Сол сияқты адамның денсаулығы, адамның психикалық күйі, адамның күйі әркімнің өзінің қолында. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деп қазақ жай айтпаған. Огородың бас жағы жиналды. Бұлай вал қылып жинап жатырмын шөпті. Мына жағы қалды. Мына кішкентай участокта тазартылды. Мына жиналған шөп енді кеуіп қалады ғой.
кепкеннен кейін бұл шөпті жалпы арам шөп қой енді. Бұл тыңайтқышқа кетеді. Тыңайтқыш болады. Мынандай бір зат. Не болған зат екен? Резинадан істелген, жасалған. Көңілмен келген нәрсе ғой. Резина жағы тупой. Бір рычагтың несі ғой деймін. Басы. Мына жер получается упор. Былай. Рычагтың басын жауып тұратын резиновый нәрсе ғой деймін. Жарайды. Сосын шеге кездесіп қалады. Шеге, сым, ондайларды енді басқа жерге тастаймыз. Осылай. Енді мына жер қалды. Ертең келіп, енді жер жыртуға болады. Көршім, жаңадан келген көрші үй салып жатыр. Былтыр бастап еді, биыл бітіруге тиіс енді. Солай. Қазір мына жер жиналады. Соның болды. Қызанақтың үстін паниктің қақпағын алып қойдық. Күннің көзінде тұр. Мына келген картоптың тұқымы. 6 шелек. Ойын дайын отырғызуға. Мына арам шөп. Бұл арам шөпті мына забордың сыртына мына жерге үйіп жатырмын. Осы жерде өзі су құйылады да, мына шатырдан өзі шіріп, удобрение тыңайтқыш болады. Былай жайып, жақсылап. Күзге дейін шіріп шығады осылай осы жерде.